Махаббат ертегісі. Сүрия Макер мен Жанфизаның жатын бөлмесіне оқылған қасық, яғни арасында тұмар бар. Соны бөлмелерінің төсектің астына тығып қойды. Макер Жанфизаға кешке қарай көлік айдауды үйретпекші. Эфсане болса шыланып отыр. Ферман оны қалай жұбатарын білмей: «Жаным, келесі айда мен саған алқалып берем. Бұл айда сенің 2 миллион қарызыңды жаптым ғой. Шыламашы енді», деді. Севда болса бөлмесінен УЗИ қағазын тауып алды, суретін. Және де бұл жәдігер қалды деген кім болды екен? Бұл Ферманның бүйрегінің УЗИ суреті емес пе, деді. Макер Жанфизаға көлік айдауды үйретіп жатыр. Жанфиза дұрыстап айда, көлікті алдыңа қара, маған қарама, деді. Жанфиза көлік айдағанна мәз болып көлікті айналдыра берді. Сөйтті де тормозды басуды білмей көлік соғылды. Таңертең Жанфиза мен Макер ұйқысына оянып төсекті жинамақшы болғанда төсектердің астынан қасық тауып алды. Сара мен Салих кездесіп, Салих Сараның ата-анасын тауып беруге уәде берді. Оны естіген Сара қатты қуанды. Макер жаңа қасықта келіп әжесіне сөйледі. «Әже, мынау не істегенің? Енді сен бізді айырмақшысың ба? Бізді ажыратқаннан саған не пайда?» деді. Бірақ Сүрия оны мен істедім, деді. Сөйтті де қағаздағы жазуды оқып еді. Бәрі таңданды, алданғандарын білді. Ал Севда болса жаңағы жәдігер қалдыны таппай ауруханаға келді. Және дегі оғыз білмейтінін айтты. Асаф төре фермасының 2 миллион қаражат бөлінгенін біліп қойды. Буач Жанфизаға келіп визитка тастап кетті. Ол Сәлімнің қағаз еді. Макер мен Жанфиза көріп келді. Және де олар бірге бола алмайтынын, біз не үшін бірге бола алмаймыз? Бізге бір тұмарыңызды беріңізші, деді. Жарайды, сендерге көз тиген, деді. Сол кезде тұмарды алған Макер оны жыртып жатып, ішіне ештеңе жоғын біліп, полиция қызметкерлерін шақырып көріп келді, полицияға ұстатты. Полиция қызметкері үйде осы бөлмеде камера барын және де жоғарыда компьютер барын білді. Сол арқылы адамдардың әңгімесі арқылы барлығын біліп отырған, деді. Севда жәдігер қалдыны кім екенін табуын апасынан келіп сұрады. Ешкімнің ештеңе білмейтінін айтты. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркелеміз.